Balapanlar salamatсыздар ма? Мен сендерге қазір үш көбелек деген ертегі айтып берейін, жарай ма? Баяғыда бір үш көбелек өмір сүріпті. Олар әйтпелі сіңімді болады екен. Олардың түрлері біреуі ақ, біреуі қызыл, біреуі сары екен. Олар гүлден гүлге секіріп, өте көңілді өмір сүріп жатады екен. Содан бір күні қатты жаңбыр жауып кетеді. Жаңбыр жауып көбелектердің қанаттары су болып ұша алмай қалады, жаурайды. Содан келіп Лалагүлге айтады: Лалагүл, сен бізді паналатшы, біз жаурап қалдық дейді. Сөйтсе Лалагүл қарап тұрады дағы көбелектерге айтады: сендер үш түрде екенсіңдер. Жарайды, мен ана ақ көбелек маған ұқсас екенсің, соны паналатамын. Ал қызыл көбелек пен сары көбелекті паналата алмаймын дейді. Содан жаңағы жерде ақ көбелек ренжиді: мен ақбилерімді, сіңілімді сен паналатпасаң, неге саған паналамаймын онда деп ренжіп ұшып кетеді. Жаураса да ұшып келе жатады дағы қара педагог алдыларында қызыл қызғалдақ тұрыпты. Қызыл қызғалдаққа келіп: қызғалдақ, сен бізді паналатшы, біз жаурап кеттік дейді. Сөйтсе қызғалдақ қарап тұрады дағы: ана қызыл көбелек менің ішіме ұқсайды екен, мен сол қызыл қызғалдақты паналатамын, басқа екеуіңді паналата алмаймыз деп қызыл қызғалдақ сөйтіп айтады. Содан олар ары бері қарап тұрады дағы: менің әпке сіңілілерімді паналатпасаң, біз саған паналамаймыз деп көбелектер тағы да ренжіп ұшып кетеді. Олар келеді, ұшып келе жатады дағы қарап тұрса алдыларында бір сарғалдақ өсіп тұр. Содан сарғалдаққа келеді: сарғалдақ, сен бізді паналатшы, біз жаурап кеттік дейді. Содан сарғалдақ қарап тұрады дағы оларға: мен сендердің бәрін паналата алмаймын. Мен ана өзімнің түсіме ұқсас сары көбелекті паналатамын, басқа ақ көбелек пен қызыл көбелекті мен паналата алмаймын дейді. Содан бәрі көбелектер қарайды дағы: ой, онда әпкелерімді, сіңілдерімді паналатпасаң, мен не қылам, мен паналамаймын саған деп жаураса да көбелектер ұшып кетеді. Ұшып келе жатыр үшеуі бір-біріне сондай жандары ашиды, бірақ бір-бірін тастап кете алмайды. Содан ұшып келеді, ары бері қарайды, паналайтын жер жоқ. Содан бұлардың сөздерін бұлттың ар жағында күн тұрады. Үш көбелектің сөзін естіп, жаңағы күн әбден ойланады: мына үш көбелектің татуына күннің өзі таңғалады екен жаңағыларға. Содан ой, мен бұларды мына жаңбырды тоқтатайын, жаңбыр тоқтаса бұлардың қанаттары құрғап жақсы өмірлерін сүре берсін, мына әкпелі сіңілдердің қандай тату екенін мен түсініп тұрмын деп жаңбырды тоқтатады дағы бұлттың ар жағынан жарқырап күн шығады. Күн шыққан кезде жаңағы көбелектер әбден қуанып, қанаттары құрғап, сондай жақсы жаңағы өмір сүреді.